Хайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тіл білудің пайдасы. Грамматикалық тақырыбымыз құрмалас сөйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Аударма, байқау, артықшылық, дәлелдеу, бекітілді, еркін, жетік, жақсарту, жылдам, жою, жерде қалмау, заман, зер салу, зерттеуші, көркем әдебиет, қатар атқару, қос тілді, мүдделес, нашар, ми қызметі, орташа. Бірінші тапсырма. Тиісті сөзді қойыңыз. Тексеріңіз. Оны кейде шағын мемлекет деп атаймыз. Отбасы. Өмірдегі қажеттіліктеріміз үшін жұмсаймыз. Ақша. Дүкеннен бір зат сатып алғанда, сатушы беретін қағаз. Түбіртек. Ақшаның қадірін білмей, орынсыз жұмсау, шығын. Достарымыздан немесе жақындарымыздан сұраймыз. Қарыз, мемлекеттік немесе отбасылық қаржы қоры, бюджет. Ақша сөзіне синоним, қаржы. Екінші тапсырма. Жауап беріңіз. Сіз неше тілде сөйлейсіз? Қандай тілдерде сөйлейсіз? Жұмыста қай тілді жиі сөйлейсіз? Үйде достарыңызбен, туыстарыңызбен қай тілде жиі қарым-қатынас жасайсыз? Қоғамдық орындарда қай тілді жиі қолданасыз? Шет тілін қайда үйрендіңіз? Үшінші тапсырма. Тиісті шылауды қойып, сөйлемді толықтырыңыз. Мысалы, шет тілінде еркін сөйлегім келеді, бірақ сөздік қорым жетпейді. Тексеріңіз. Шет тілінде еркін сөйлегім келеді, бірақ сөздік қорым жетпейді. Мәтіндер дұрыс секілді, әйтсе де қайта тексеріп шығу керек. Ол бүгін ерте тұрды, сонда да жұмыстарын аяқтай алмады. Оның киноға келуге мүмкіндігі болмады. Алайда келуге тырысты. Ол дәмханаға барды. Дегенмен көрсетілген қызмет оған ұнамады.
Ғаламтордан материал іздедім. Сонда да таба алмадым. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз құрмалас сөйлем. Құрмалас сөйлем екі немесе одан да көп жай сөйлемнен тұратын бір тұтас грамматикалық, мағыналық, интонациялық тұрғыдан бүтін синтаксистік бірлік. Құрмалас сөйлем түрлері: салалас құрмалас, сабақтас құрмалас, аралас құрмалас. Құрамындағы жай сөйлемдердің баяндауыштары тең дәрежеде байланысқан құрмалас сөйлемнің түрі салалас құрмалас сөйлем деп атайды. Салалас құрмаластар байланысу тәсіліне қарай жалғаулықты, жалғаулықсыз құрмалас болып екіге бөлінсе, мағынасына қарай 8 түрге жіктеледі. Олар ыңғайлас салалас, қарсылықты салалас, себеп салдар салалас, талғаулы салалас, кезекті салалас, шартты салалас, мезгіл салалас, түсіндірмелі салалас. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлем. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің құрамындағы компоненттер істің, оқиғаның бір-біріне қарама-қарсы болатынын көрсетеді. Бірінші жай сөйлем. Ол тіл курстарына барғысы келеді. Екінші жай сөйлем. Оның уақыты болмай жүр. Ол тіл курстарына барғысы келеді. Бірақ оның уақыты болмай жүр. Ол жұмысқа кешігіп келді. Екінші жай сөйлем. Ол берілген тапсырмаларды уақытында орындады. Ол жұмысқа кешігіп келді. Алайда берілген тапсырмаларды уақытында орындады. Қарсылықты салалас құрмалас сөйлемнің құрамындағы компоненттер бірақ, алайда, дегенмен, сонда да, әйтсе де деген жалғаулық шылаулар арқылы байланысады. Мысалы, ғаламтордан ақпарат іздедім, бірақ таба алмадым. Мен кітапханаға бардым, алайда керек кітапты таппадым. Ол қалаға келгісі келмеді, дегенмен келуге тура келді. Мәтіндер дұрыс секілді. Сонда да қайта тексеріп шығу керек. Төртінші тапсырма. Сөйлем бөліктерін қосыңыз. Тексеріңіз. Мәтінді оқып болдым, бірақ кейбір сөздерді түсінбедім. Шет тілін үйренгім келеді, алайда уақытым болмай жүр. Жұмыс табу қиын, дегенмен іздеп көруге болады. Ол шет тілінде еркін сөйлейді, әйтсе де білмейтін сөздері көп. Тілдік кедергіні жоюға болады, алайда ол оңай емес. Ол кітап сатып алғысы келмеді, дегенмен сатып алды. Мен кітапханаға бардым, бірақ жабық екен. Жұмысқа таксимен келді, сонда да кешігіп келді. Үй тапсырмасы. Сіз досыңызбен Facebook арқылы хат жазысып отырсыз. Ол Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде оқиды. Бірақ ол сізге оқуды тастағысы келетінін айтады. Сіз оның қателік жасағалы жатқанын және тіл білу өте маңызды екенін айтып, райынан қайтаруыңыз керек. Оған нақты дәлелдер мен мысалдарды келтіре отырып, жауап жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.